Құрметті форумға қатысушылар, қадірлі қауым, біз жаңа саяси дәуірге қадам бастық. 20 қарашада кезектен тыс президент сайлауы өтеді. Бұл болашақ даму бағдарымызды айқындайтын аса маңызды науқан. Түрлі қоғамдық ұйымдар маған өздерінің атынан сайлауға түсу туралы ұсыныс білдірді. Мен бұған дейін мемлекет басшысы ешбір партияға басымдық бермей, саяси тұрғыдан бейтарап болу қажеттігін айттым. Осы ұстаным өзгермейді. Баршаңыз ұсынған ортақ кандидат ретінде президент сайлауына түсу мен үшін зор мәртебе әрі үлкен жауапкершілік. Маған сенім артқандарыңыз үшін баршаңызға ризашылығымды білдіремін. Коалицияда басты саяси партиялардың қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстардың болуы өте маңызды. Себебі онда барлық әлеуметтік топтар қамтылған. Мен еліміздің саяси, әлеуметтік, құқықтық және басқа да маңызды жүйелерін түбегейлі жаңғырту үшін ауқымды реформалар жүргізіп отырмын. Оның бәрін жақсы білесіздер. Бұл реформалар халықтың тұрмысын түзеуге, әр адамның құқығын толық қорғауға, демократиялық үдерістерді жедел жүргізуге бағытталған. Бір сөзбен айтқанда, барлығы тек халық үшін жасалып жатыр. Сондай-ақ мемлекеттілігімізді нығайтуға арналған. Жалпы көп жұмыс атқарылды деп айтуға болады. Бірақ бұл күрделі жолдың басы ғана. Сондықтан біз халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын басшылыққа алып, әділ қоғам құруға кірістік. Саяси реформаның 4 топтамасын жүзеге асырдық. Билік пен қоғамның диалогын нығайту үшін ата дәстүрімен ұлттық құрылтай шақырылды. Оның жұмысына түрлі сала өкілдері белсене қатысты. Әлемді жайлаған коронавирус індетіне бірге қарсы тұрдық. Қасіретті қаңтар кезіндегі зор сынақты тұтас ел болып еңсердік. Биыл Конституцияға өте маңызды өзгерістер енгіздік. Еліміз үшін жарқын келешекке жол аштық. Яғни қысқа уақытта орасан зор жұмысты бірге атқардық деп сеніммен айтуға болады. Бірақ әлде ауқымды жұмыс атқаруымыз керек. Бағындыратын белестеріміз алда. Қандай қиын болса да, бәріміз бірге оны міндетті түрде абыроймен атқарамыз. Ортақ мақсатқа жетеміз. Маусым айында өткен референдум мемлекетіміздің бағдары дұрыс екенін көрсетті. Енді өркениетті президенттік басқару жүйесіне көшеміз. Саяси реформалар арқылы күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет қағидатын орнықтыратын болдық. Келесі жылдан бастап мәжіліс пен мәслихаттар аралас жүйе бойынша сайланады. Билік тармақтары арасында тепе-теңдік орнату үшін шаралар қабылданды. Президенттің бірқатар өкілеттігі парламентке берілді. Өңір басшылары баламалы жолмен таңдалатын болды. Ауыл әкімдерін тікелей сайлау тәсілі қолданыла бастады. Саяси партияларға жағдай жасау үшін заңдарға өзгеріс енгізілді. Әйелдерге және жастарға саясат саласында жеңілдіктер берілді. Мүмкіндігі шектеулі жандар да тыс қалмады. Ашық азаматтық қоғамның іргесін қаладық деп күмәнсіз айтуға болады. Қазіргі ақпарат, интернет дәуірінде саяси дамудың басқа балама жолы жоқ. Мы занялись вопросами качественного развития экономики и повышения уровня жизни граждан. Создаются благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, и эта работа будет продолжена. Принимаются системные меры для усиления потенциала сельского хозяйства. Наш ключевой приоритет – повышение благосостояния народа. И этот приоритет никогда не подвергнется ни ревизии, ни коррозии. По моему поручению увеличены зарплаты врачей и педагогов, работников бюджетной сферы. Обеспечен стабильный рост пенсий, стипендий и пособий. Более 1,5 миллиона соотечественников смогли улучшить жилищные условия и получить лечение за счет досрочного изъятия части пенсионных накоплений. В январе этого года был создан фонд «Казахстан халқына»
который занялся оказанием конкретной помощи нуждающимся. В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу. И это ни в коем случае не красивый лозунг. Практической реализацией этой поправки стала программа «Национальный фонд детям». Эта беспрецедентная мера нацелена на справедливое распределение национальных богатств. Еліміздің дамуына кедергі келтіріп отырған кеселдің бірі сыбайлас жемқорлық. Онымен күресу баршамызға ортақ міндет. Бұл бағытта соңғы 3 жылда біраз шаруа атқарылды. Мысалы, осындай қылмысы үшін сотталғандарды мерзімнен бұрын шартты түрде босатуға тыйым салынды. Бұдан былай, олардан қайтарылған қаражат мектеп салуға жұмсалады. Жемқорлықпен күрес тиімді болу үшін мемлекеттік сатып алу жүйесіне бірқатар өзгеріс енгізілді. Сондай-ақ, құзырлы орган басшыларының жауапкершілігі артты. Бір сөзбен айтқанда, жемқорлықпен күрес ешқашан тоқтамайды, жалғаса береді. Сонда ғана біз осы індеттен таза қоғам құрамыз. Бұл менің стратегиялық мақсатым. Өйткені жемқорлықты жойған мемлекет дамудың даңғыл жолына түседі. Бұл ақиқат. Мен қоғамда заңдылық пен тәртіптің қатаң сақталуына баса мән беремін. Мұны үнемі айтып жүрмін. Осы ретте тұрмыстық зорлық-зомбылық, адам және есірткі саудасы үшін жаза күшейтілді. Браконьерлікке қарсы заңдарды қатайттық. Табиғатты қорғау жұмысын мемлекеттік деңгейге көтердік. Жұртқа жақын полиция қағидаты бойынша тәртіп сақшыларының қызметін реформалау басталды. Біз білім, ғылым саласын дамытуға айрықша назар аударып отырмыз. Қала және ауыл мектептері арасындағы айырмашылықты жою үшін нақты шаралар қолға алынды. Білім сапасы төмен жоғары оқу орындары жабыла бастады. Дарынды жастарды қолдау үшін тәуелсіздік ұрпақтары атты грант беріле бастады. Жас ғалымдарға әлемнің беделді ғылыми орталықтарында озық білім алу үшін 500 және жас ғалым жобасы аясында 1000 грант бөлінді. Жалпы, білім беру және ғылым саласы әрдайым мемлекеттің назарында болады. Мен бұл салаларға ерекше мән беремін. Қоғамда білім үстемдігін қалыптастыратын кез келді. Себебі, білімді азаматтар ғана өркениетті мемлекеттің негізін қалайды. Егер болашағымыз жарқын болсын десек, Қазақстандағы әрбір мектеп сапалы білім беруге тиіс. Осы мақсатта жайлы мектеп жобасы қабылданды. Аймақтарда бұл жобаның сапалы түрде іске асуына әрбір әкім тікелей жауапты болады. Елімізде демографиялық ахуал жақсарып келе жатыр. Бұл құптарлық үрдіс. Біз аңсаған сәби бағдарламасын қабылдадық. Ұлт саулығы басты байлығымыз. 2020 жылдан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі қолданысқа енгізілді. Соның арқасында денсаулық сақтау саласын қаржыландыру 1,5 есе артты. Медициналық көмектің сапасы жақсарту үшін жүйелі жұмыс атқарылып жатыр. Сондай-ақ дене шынықтыру саласын дамытуға ерекше көңіл бөлініп отыр. Бұқаралық спортты дамыту, түрлі үйірмелер ашу қажеттігі туралы міндет қойылды. Мемлекетті басқару саласында тың бастамаларды қолға алдық. Менің жарлығыммен Абай, Ұлытау, Жетісу облыстары құрылды. Бұл шешім аймақтарды дамытуға зор серпін берері сөзсіз. Енді осы облыстарда жаңа жұмыс орындары ашылып, кәсіпкерлік қарқынды дамиды деп сенемін. Бұл өңірлердің дамуы әрдайым менің назарымда болады. Тағы бір бастама. Президенттің өкілеттігін 7 жылдық бір мерзіммен шектеу. Мен осы шешім туралы көп ойландым. Бір адамның ұзақ уақыт билікте болуы дұрыс емес деген тұжырымға келдім. Мемлекеттің тірегі жалғыз президент емес, бүкіл халық. Сондықтан ел басқаруға жаңа буын өкілдерінің келуі өте маңызды. Біз ұлт мүддесін қорғайтын және халыққа адал қызмет ететін азаматтарға жол ашуымыз керек. Нағыз мемлекетшіл, отаншыл, білікті тұлғалар
жұртты жасампаз істерге жұмылдырып, Қазақстанды өркендете алады. Осы ұстаным мызғымас қағидатымыз болуға тиіс. Дорогие друзья, главная цель наших реформ – построение справедливого Казахстана, о чем сегодня говорилось в выступлениях наших представителей общественных организаций. Сделано немало, но мы находимся только в начале этого тернистого пути. Благодаря конструктивному диалогу мы добились большого прогресса в политической модернизации нашей страны. Я вижу, с каким воодушевлением граждане восприняли новые возможности для участия в общественно-политической жизни. Особенно радует конструктивная активность молодежи. Все это говорит о широкой социальной поддержке проводимых преобразований, вере людей в реальность перемен. Для дальнейшего движения вперед нам необходимо усвоить уроки прошлого и четко видеть образ будущего. Нас ожидает множество трудностей и вызовов, но мы не свернем с намеченного пути. Нам предстоит построить справедливое и эффективное государство, обеспечить равенство возможностей для всех. Для достижения этих масштабных, можно сказать, амбициозных целей необходимо перезагрузить политическую систему. Как вы знаете, я инициировал реформу, ограничившую президентские полномочия однократным 7-летним сроком. Я твердо придерживаюсь мнения, что облеченные властью политики обязаны проявлять волю при решении вопросов, имеющих критически важное значение для интересов страны. Ответственный политик всегда рационален, гибок и тверд. Настоящий патриот никогда не рисуется перед публикой, а думает о единстве нации перед лицом возрастающих угроз. Мною движет искреннее желание надежно обеспечить долгосрочные интересы государства и народа. Для меня нет более почетной и ответственной миссии, чем служение Родине. Гарантии сменяемости власти станут мощным барьером для любых попыток монополизации власти. На первое место выйдут сильные политические институты и общенациональные приоритеты, а не конкретные персоналии и узкоклановые интересы. Нам нужна президентская республика с крепкими традициями парламентаризма. Поэтому наша главная формула государственного строительства – это сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство. Будет постоянно наполняться новым качественным содержанием. В предстоящем электоральном цикле поэтапно пройдут выборы президента, депутатов Маджлиса и маслихатов всех уровней. В результате состоится качественное обновление данных институтов власти на основе новых справедливых принципов. Это позволит сохранить заданный темп реформ и начать новые масштабные преобразования. В стране накопилось очень много проблем, требующих своего безотлагательного решения. Уверен, предстоящие выборы заложат фундамент наших новых достижений, станут точкой отсчета новой политической эпохи. Пройдут десятилетия, и они, нашей эпохи, будут говорить как о времени поистине судьбоносных решений и кардинальных перемен. Я в это верю, более того, я в этом убежден. В ближайшее время мною будет представлена предвыборная платформа, в которой найдут свои отражения меры по всесторонней трансформации страны и повышению благосостояния граждан. По моему глубокому убеждению, наше государство должно осуществлять сбалансированную, разнонаправленную, конструктивную внешнюю политику, нацеленную на обеспечение региональной и глобальной безопасности. Казахстан будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение принципов равенства и демократии в международных отношениях, международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Казахстан будет предпринимать активные усилия для укрепления авторитета Организации Объединенных Наций как универсальной и безальтернативной международной организации. Мы будем сотрудничать с такими важными организациями, как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация тюркских государств, с другими конструктивными международными организациями, включая интеграционные объединения, а также укреплять потенциал совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует стратегическим интересам
нашего государства. Надеюсь, что в этот поворотный момент национальной истории народ Казахстана окажет мне свое доверие в ходе предстоящих выборов. Выборы – это не обыденное мероприятие, а подлинный акт патриотизма и демократии, подтверждающий сопричастность граждан к судьбе Родины. Наша сила в единстве и единении, сплоченности и солидарности. Мы разные, но мы единая нация, устремленная в будущее. Единство в многообразии – это наша формула силы и созидания. Устойчивый прогресс немыслим без опоры на традиции и ценности. Как наследники уникальной цивилизации Великой Степи, мы должны воспользоваться своим историческим шансом, чтобы построить страну равных возможностей и социальной справедливости, другими словами, справедливый Казахстан. Уверен, эти выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство нашей нации, покажут нашу решимость в достижении поставленных целей. Как действующий глава государства заявляю, что выборы пройдут открыто, честно и справедливо. Қадірлі қауым, еліміздің алдағы даму бағдары айқын. Мемлекеттілігімізді нығайту үшін тың бастамалар қолға алынды. Оның бәрін табысты жүзеге асыру үшін ең алдымен бірлігіміз бекем болуға тиіс. Бүгінгі заманның қаншалықты күрделі екенін баршаңыз көріп біліп отырсыздар. Сондықтан халқымыз бір ел болып, жұдырықтай жұмыла білуі керек. Мен ұлтты ұйыстыратын 7 қағиданы атап өткім келеді. Бірінші мәселе – тәуелсіздік бәрінен қымбат. Мен былтыр осы тұжырым туралы арнайы мақала жарияладым. Біз егемендігімізді сақтай алсақ қана ұлт болып, ел болып тұра аламыз. Тәуелсіз мемлекет қана өзінің тілін, жерін, дінін, ділін сақтап қалады. Сондықтан тәуелсіздік біз үшін ең басты құндылық. Тәуелсіздікті қорғау және нығайту әрбір азаматқа, бәрімізге ортақ міндет. Тағы да қайталап айтамын. Дамыған өркениетті ел боламыз десек, еңбекті ең басты орынға қойымыз керек. Еңбек қорлық, өскелең ұрпақтың бойына сіңген қасиет болуға тиіс. Бұл қасиет біздің өмір салтымызға айналу керек. Масылдық ниеттен, бос сөзден арылуымыз қажет. Тәуелсіздікті нығайтуға нақты іспен үлес қосу әр азаматтың перзенттік парызы. Еңбек адамы біздің қоғамда әрқашан құрметке ие болады. Себебі еңбекқор адам өз сөзін әрдайым іспен дәлелдей алады. Екінші мәселе – елдіктің негізі жеріміздің тұтастығы. Бабаларымыз ұрпағына ұлан-ғайыр жерді мирас етті. Біз оның бір уыс топырағына дейін қастерлеп, ата мекенімізді қорғай білуіміз керек. Үшінші, мемлекет мүддесі қастерлі құндылық. Ауылдан Ақордаға дейінгі шешімнің бәрі осы тұрғыдан қабылдану қажет. Бір сөзбен айтсақ, әр істе мемлекеттік ұстаным болу керек. Мемлекет мүддесі дегеніміз халықтың мүддесі. Сондықтан барлық шешімдер, жобалар, заңдар мен жарғылар ел мүддесін қорғауға арналады. Туған елге жанашырлық әр азаматқа тән қасиет болуға тиіс. Төртінші, рухани үндестік бірліктің бастауы. Төл тарихымыз, ана тіліміз бен ата дініміз елді біріктіретін бірегей құндылықтар. Оны дау-дамайға айналдыруға болмайды. Жұртты адастырып, теріс жолға салудан сақтанған жөн. Қазақстанда түрлі этнос өкілдері өмір сүріп жатыр. Олардың мақсаты бір. Болашаққа деген көзқарасы ортақ. Бәріміз бір елдің азаматтарымыз. Әр алуандық арқылы бірлікке қағидаты ешқашан өзектілігін жоғалтпайды. Біз этносаралық татулықты сақтай білуіміз керек. Қазақстан азаматы деген ұғым жалпы ұлттық бірегейліктің өзегі болуы қажет. Сонда бір тұтас ұлт ретінде келешекке сеніммен қадам басамыз. Бесінші, заңдылық пен тәртіп өркениетті ел болудың кепілі. Заң талаптары барлық салада мүлтіксіз орындалуға тиіс. Заң алдында бәрі тең. Заң алдында бәрі бірдей жауап береді. Сонда ғана біз заңы мүлтіксіз орындалатын, тәртібі қатаң сақталатын, әділетті мемлекет құрамыз. Алтыншы, жасампаздық жаңару мен жаңғыру жолы. Біздің басты мақсатымыз
отанымызды өркендету, мемлекетімізді дамыту. Озық білім мен қажылы еңбек қана елді табысқа жеткізеді. Бәсекеге қабілетін арттыруға мүмкіндік береді. Қазір ғылым экономиканы жедел алға жетелейтін алып индустрияға айналды. Қазақстан жаһандық экономикадағы үрдістерге сай болуға тиіс. Бізге де осы ғылыми технологиялық жаңашылдықты әкеліп, өндіріске қосатын жаңа әрі білікті мамандар керек. Біз оларға қажет жағдайдың барлығын жасаймыз. Себебі адам капиталы ең құнды байлығымыз. Мұны уақыт және тәжірибе көрсетті. Осылайша Қазақстанның жаңа технологияның, тың идеялардың, ауқымды капиталдың орталығы болуға зор мүмкіндігі бар. Жетінші, достық, пейіл, мейірімділік және жанашырлық ең асыл қасиеттер. Қазақта сыйлассаң, сыйлы боларсың деген сөз бар. Ағайынның татулығы мен жанашырлығы ел бірлігінің түп қазығы. Елдің тұтастығы азаматтарымыздың өзара түсіністігінен басталады. Халқымыз бәрінде ақыл парасатпен шешкен. Бұл дәстүрді ұмытпауымыз керек. Аға буын осы игі дәстүрді ел ішінде насихаттау қажет. Жалпы ортақ жетістіктер ұлттың мерейін өсіреді. Біз бір-бірімізге қашанда тілектес болуымыз қажет. Талапты, дарынды азаматтарды қолдай білуіміз керек. Әр отандасымыздың табысына қуанып, қиындықтарды бірге еңсеруге тиіспіз. Халқымыз ұйымдасқан ұтады деп бекер айтпаған. Бірлігімізді бекемдей білсек, елдігімізді сақтап қаламыз. Сонда ғана әділетті Қазақстанды құрамыз. Демократия, заң үстемдігі және теңдік қағидаттары сақталатын мықты мемлекет боламыз. Бұл біздің қолымыздан келеді. Себебі айқын мақсатымыз, нақты бағдарымыз бар. Жасампаз және отаншыл халқымыз бар. Тәуелсіз елдің ойы еркін, рухы азат ұрпағы өсіп келеді. Біз түбегейлі өзгерістің бәрін өскелең ұрпақтың болашағы үшін жасап жатырмыз. Баршаңызды елімізді бірге көркейтуге шақырамын. Өйткені біздің отанымыз бір, мемлекетіміз бір, халқымыз бір. Да здравствует наша Родина, Республика Казахстан. Да здравствует наш единый народ. Әрдайым бірге болайық. Қасиетті отанымыз, Қазақстанымыз жасай берсін.